қарасаңыздар, көбіміз жіпті астындағы жібін бітіп қалған кезде көбіміз мына жерге қадамай жіпті қолға ұстап, осылай өзіміз ұстап тұрып орап жатамыз. Бірақ бұл дұрыс емес. Осы жерге жібімізді қадап қойып істегеніміз дұрыс болады. Және айналған кезде де айналады. Орайды. Және осылай көп орауға болмайды. Осы кішкене қалдырып қою керек. Яғни қатты бүйтіп сыртына шығарып орап тастауға болмайды. Және бұл жерде дауысы шықпай тұр. Неге дауысы шықпай тұр десеңіздер, бізде мынандай нәрсе бар. Осыны жіп орайтын кезде именно сол кезде мынаны былай шығарып қойсаңыз, мына жағыңыз тақылдап тігіп жатпайды. Егер сіз солай тақылдатып жіпті орайтын болсаңыз, онда мына жақта ол тігін машинасының тез бұзылуына әкеліп соғады. Тігін машинасы ұзаққа шыдамайды. Сол себептен осылай барлығын өз орнында істеген дұрыс болады. Және де басқа да лайфхактар сіздерге қажет болса, комментарияға жазыңыздар. Тағы да сіздерге бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Менің каналыма пайдалы болса тіркеліп қойыңыздар.